Сөз депутат Шиповских Геннадий Геннадьевичке беріледі. Рахмет, құрметті Мәулен Сағатханұлы. Біздің депутаттық сауалымыз үкімет басшысы Олжас Абайұлы Бектеновқа жолданады. Құрметті Олжас Абайұлы, балалы үй базар, баласыз үй мазар дейді дана халқымыз. Қазақ халқы қашанда бала тәрбиесіне, оның болашағына ерекше мән берген. Өкінішке қарай бүгінгі таңда елімізде жетім балалар мен ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балалардың саны азаймай тұр. Бұл қоғамды алаңдататын өзекті мәселелердің бірі. Еліміздің оқу ағарту министрлігінің мәліметінше, қазіргі уақытта елімізде 21.387 жетім және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған бала бар. Бұл тек ресми тіркелген дерек. Мемлекетіміз балалар үйінде тәрбиеленіп жатқан жетім балаларды отбасылық ортаға орналастыру үшін түрлі шаралар қабылдауда. Алайда статистикалық деректерге сүйенсек, бала асырап алу үрдісі баяу жүруде. Мәселен, 5000-нан астам азамат елімізде бала асырап алу кезегінде тұрғанымен 2023 жылы 194, 2024 жылы 153 бала ғана өз отбасын тапқан екен. Бұл көрсеткіштер бала асырап алу жүйесіндегі әкімшілік кедергілердің бар екенін және процестің ұзаққа созылатынын аңғартады. Жетім көрсең жебе жүр деген екен дана халқымыз. Алайда қазіргі таңда жетім балалардың қамқорлығына алғысы келетін азаматтар бюрократиялық кедергілерге тап болып, бала асырап алу процесі бірнеше айға, тіпті жылдарға созылып кететін алға тартуда. Бұл мәселені оңтайлы шешу үшін бала асырап алу рәсімін бойынша жеңілдету, оны цифрландыру, сондай-ақ үміткерлерді қолдау механизмдерін күшейту қажет. Сонымен қатар жетім балалардың құқықтарын қорғау саласында заң бұзушылықтар да кездесіп жатады. Мәселен, еліміздің бас прокуратурасының құқықтық статистика және арнайы есепке алу жөніндегі комитеттің мәліметіне сәйкес, бала асырап алуға байланысты заңсыз әрекеттер мен сыбайлас жемқорлық фактілері бойынша 2023 жылы 4, 2024 жылда 4 қылмыстық іс қозғалған екен. Бұл бала асырап алу саласындағы заңнамалық базаны жетілдіру қажеттілігін көрсетеді. Жетім балалар мемлекеттің қамқорлығына мұқтаж ең әлсіз топ. Олардың әрқайсысы толыққанды отбасында тәрбиеленуге лайықты. Сондықтан мемлекет тарапынан қабылданып жатқан бағдарламалар мен заңнамалық шаралар олардың шынайы қажеттіліктеріне сай болу керек. Өкінішке қарай көптеген жетімдеріміз балалар үйінде тәрбиеленіп, отбасының жылуын сезінбей өседі. Бұл олардың болашақта қоғамға бейімделуін қиындатады. Бала елдің болашағы емес пе? Егер біз олардың қамқорлығынсыз қалуына немқұрайлы қарасақ, онда ұлттың болашағына балта шабамыз. Жетімдер мен ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларға барынша жағдай жасау мемлекетіміздің негізгі міндеттерінің бірі болып табылады. Құрметті Олжас Абайұлы, жоғарыда аталғандарды ескере отырып, келесіні ұсынамыз. Бірінші, бала асырап алу рәсімін жеңілдету және оны цифрландыру. Құжаттарды рәсімдеу мен қажетті тексерістерді онлайн форматты өткізу арқылы үміткерлер үшін процесті оңайлату қажет. Екінші, жетім балаларды отбасылық ортада тәрбиелеу саясатын күшейту, қамқоршылық пен патронаттық тәрбие жүйесін жетілдіру, патронаттық тәрбиешілерге төленетін қаржылық қолдауды арттыру маңызды. Үшінші, қоғамдық бақылауды күшейту. Асырап алу процесіндегі ашықтығын қамтамасыз ету үшін үкіметтік емес ұйымдар мен қоғам белсенділерін тартуға керек. Төртінші, бала асырап алу саласындағы заңсыздықтарға күресті күшейту қажет. Сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін азайту үшін қатаң бақылау шараларын енгізу керек. Депутаттық сауалға заңда көрсетілген мерзімде жазбаша түрде жауап беруіңізді сұраймыз. Құрметпен Қазақстан Халқы Ассамблеясының депутаттары және Жексенбай, Қыдырәлі, Нұғманов, Сарыбаев. Рахмет.